Латын Америка құрамында Дакар ралли-марафоны нағыз шарықтау шегіне жетті. Аргентинадан бастау алған бәсеке Боливия арқылы Чили даласында жалғасты. Дәл қазір жол талғамайтын және жүк көліктері сайысында кімдердің топ жаратыны белгілі бола бастады. 2 күннен кейін аяқталатын көп күндіктің 10-шы кезеңінде Катар елінің өкілі Насер Әл-Атти жеңіске жетті. Жол талғамайтын көліктер жарысында дәл осы жігіт топ бастап келеді. Қазақстандық Хайдын Рахымбаев кезеңді 20-шы болып аяқтап, жалпы есепте 10-шы саттағы орнын сақтап қалды. Бауыржан Исабаевтың экипажы мәре сызығын 24-ші болып қиды. Қазір оның командасы 17-ші орында тұр. Жүк көліктері арасындағы сайыста ресейліктердің шоқтығы биік. Алғашқы 3 орынға өзара таласып келе жатқан орыс автошабандоздары 10-ші кезеңде де ешкімді жүлдеге жақындатпады. Жүлде алсам деген жігіттің бірі қазақстандық Артур Ардавичус, ол 12-ші орынды қанағат тұтты. Жалпы есепте Артурдың командасы 22-ші сатыға жайғасты.